Баршаңызға сәлем. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Цистит – бұл өте жағымсыз жағдай. Ол өте күшті жану сезімімен және зәр шығарудан кейін ауырсынумен бірге жүреді. Сонымен қатар ол қалыпты ұйқыны бұзады, түнде бірнеше рет тұруға мәжбүр етеді, жұмысқа зейін қоюға кедергі келтіреді және жыныстық өміріңіздің қуанышынан айырады. Көптеген адамдар бұл жағымсыз сезімдерден тезірек құтылуға және циститті жеңу үшін өз бетінше шаралар қабылдауға ұмтылатыны анық. Төмендегі қарапайым ұсыныстар дененің жағдайын жеңілдетуге және ауырсыну белгілерін азайтуға көмектеседі. Әдістерді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Қуыққа жылыту жастықшасын қоюға және жылы отыру ванналарын қабылдауға болады. Шайды сүтпен ішкен дұрыс. Диета. Бүгінгі күні циститке арналған кешенді терапия міндетті түрде тамақтану бойынша ұсыныстарды қамтиды. Қабынған қуықтың шырышты қабығына қосымша тітіргендіргіш әсерін болдырмау үшін диетадан ащы, тұзды, консервіленген тағамдарды, дәмдеуіштерді, кофені, алкогольді және тағы басқаларды алып тастау ұсынылады. Емдеу аяқталғаннан кейін бұл шектеулерді кем дегенде тағы 3 айға ұзарту ұсынылады. Сіз өзіңізді нашар сезінген сәттен бастап дереу стрептоциттің 4 таблеткасын қабылдауыңыз керек. Келесі күн тағы 4 таблетка қабылдау керек, бірақ әдетте бір рет қабылдау жеткілікті. Зәр шығару өте ауыр болады. Ауруды басу үшін ыдысқа 1 литр қайнаған су құйып, бір ас қасық соданы салып, ыдысқа отырыңыз. Көрпеге оранып, бу үстіне жылы отыру керек. Түймедақ тұнбасы. Ыдысқа жарты шай қасықтан кептірілген түймедақ саласыз. Оған 2 стакан қайнаған су құйып, 20-25 минуттай тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 15 мл-ден ішесіз. Емді күніне 3 рет тамақтан алдын қабылдау керек. Қияр шырыны. Жалпы жағдайыңызды жақсартады, қалжыраған ағзаны қалпына келтіреді. Ол үшін 1 стакан қияр шырынына 1 шай қасық сұйық бал мен 2 ас қасық лимон шырынынан араластырып ішіңіз. Достар, ем болсын, ауырмаңыздар. Видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.